жаңа медианың ішінде конвергенттік деп айтайық, иә, мысалы, қазір бізде Қазақстанда дәстүрлі медианы жаңа платформаға көшіру жүріп жатыр, иә. Бұл тек әсіресе мемлекеттік, немесе мемлекетке қатысты ақпарат құралдарында сол дәстүр қазір мемлекет оған ақша бөліп жатыр. Әрине өкінішті, бірінші кезекте енді бізде мемлекеттік емес деп басылымдар бар, соларға да назар аударса. Екінші ол мәселен нақты бір рецепт айту қиын айнұр. Себебі мен егер қазір Америкадағы, Еуропадағы мысалды айтатын болсам, Қазақстанда бізде басқаша кішкене дамып жатыр. Өйткені Қазақстанда қайталап айтам, бізде бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты көзқарас басқа. Бірақ бір ортақ қасиет, ол сөзсіз құлағың үнемі түрге жүру, ол сауаттылық. Мысалы, жаңа медиаға келген кезде бұрынғы журналистік ұстанымдар ол өзгермейді. Сен бұрынғы журналистің ақпаратты дәл жеткізуі, анық жеткізуі, түсінікті жеткізуі деген сияқты негізгі алтын қағидалары, ол жаңа медиада солай. Себебі журналистің функциясы біреу, журналистің объектісі, қарым-қатынас объектісі, оқырманы ол біреу. Сен ақпарат жеткізу керексің. Дәл, тура, бұлтартпай, нақты, анық, фактілер деген сияқты. Ерекшелігі, жаңа медиада сен дайын болу керексің. Жұрт саған қарсы пікір айтады. Жұрт сенімен сөйлескісі келеді, пікірлескісі келеді. Сондықтан жаңа медиаға келген журналист, меніңше, ол осы пікір алмасуға дайын болып келу керек. Қазір байқаймын, көп интернет басылымдардың әлеуметтік желіде болсын, басқа жерде болсын, аккаунттары бар. Аккаунттарына ақпаратпен бөліседі. Бірақ ол бөліскен ақпаратты адамды әңгімеге шақырмайды. Жай ғана бір ақпаратты хабарлау формасында жарияланады, адамды ары қарай әңгімеге, оқырманды шақырмайды. Яғни нью медианың ерекшелігі сол ғой, екі жақты қарым-қатынас болу керек. Егер дәстүрлі медиада тек бір жақты қарым-қатынас болса, жаңа медиа ол екі жақты communication, екі жақты қарым-қатынас. Осы қарым-қатынасты пайдалану керек, түсіну керек та. Оқырман саған көмектесе алады сенің платформаны дамытуға, одан қорықпау керек. Ол пікірлесуге дайын тұрма, ол сені сынаса қуану керек. Көбі кемшілігі сол, сынаса бірден көңіліне алады. Енді ол дұрыс, Қазақстанда әзірге жаңағы сынды дұрыс айту, ол бір мәселе, ол сынды дұрыс қабылдау деген сияқты. Бірақ жаңа медиа сен бір нәрсе орнаттың, Фейсбукқа жұрт саған пікір айтты, оған дайын боласың жаңа медиаға келгенде. Одан кейін үшінші ерекшелік бәлкім ақпаратты жеткізудің әр алуандылығы. Жаңа медиа келгесін адам түсіну керек. Бір адам мәтін оқыған жақсы көреді, бір адам видео көрген жақсы көреді, бір адам жай ғана сурет көрген жақсы көреді. Екінші адам инфографиканы ұнатуы мүмкін, аналитиканы терең. Яғни осы ақпаратты әр алуандығып жеткізу жағы, меніңше сол жақсы қолға алса, меніңше жаңа медиаға келген адам осыған дайын болу керек сияқты.